Футбол үнемі жаңарып, буындар алмасып отыратын әлем. Бір ұрпақ келеді, енді бірі кетеді. Бірақ олардың алаңда қалдырған ізі ондаған жыл өтсе де ұмытылмайды. 2026 жылғы әлем чемпионаты алғаш рет бірден 3 елде ақш, Канада және Мексика мемлекеттерінде өтпек. Бұл турнир жай ғана жарыс емес, соңғы 15 жыл бойы әлем футболының келбетін айқындаған ұлы буын мен эмоционалды қоштасу болмақ. Соңғы 15 жылда футбол тарихына өз аттарын алтын әріппен жазған 5 жұлдыз әлемдік аренадағы соңғы биіне дайындалып жатыр. Олар Месси, Роналду, Левандовски, Ван Дейк және Неймар. Әрқайсысы үшін бұл мундиаль ерекше болмақ, себебі бұл олардың соңғы әлем чемпионаты болуы. Біреу үшін ұлылық тарихындағы соңғы нүкте қою мүмкіндігі, енді біреу үшін қол жетпей жүрген арманға жасалатын соңғы талпыныс. Ал барлығы үшін аңызға айналған мансаптың соңғы тарауы. Бүгін біз осы 5 футболшы туралы сөйлесеміз. Бастамас бұрын арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Алғашқы кейіпкеріміз Роберт Левандовски, Польшаның аңызға айналған шабуылшысы, кәсіби мансабын жергілікті Днепруш және Беспожнан клубтарында бастаған. 2010 жылы Германияға ауысып, Боруссия Дортмунд құрамында жарқырай көрінді, ал кейін Бавария клубында нағыз супер жұлдызға айналды. Мюнхенде ол мүмкін болған барлық жүлдені жеңіп алды. УЕФА Чемпиондар Лигасы кубогы, көптеген чемпиондық титулдар және гол соғу бойынша ондаған рекорд. 2022 жылдан бастап Барселона сапында өнер көрсетіп, әлі күнге дейін жоғары деңгейін дәлелдеп келеді. Польша құрамасы сапында ол 2008 жылы дебют жасап, алғашқы матчында Сан Марино National Team қақпасына гол соққан. Содан бері ұлттық құраманың капитаны әрі тарихтағы ең үздік бомбардиріне айналды. Ол бірнеше Еуропа чемпионаттар мен әлем чемпионаттарына қатысып, алаңда да, алаң сыртында да нағыз көпі. 2026 жылы Левандовскиге 37 жас толады. Бұл тіпті ең мықты шабуылшылардың өзі жылдамдығы мен төзімділігін жоғалта бастайтын жас. Сондықтан Польша құрамасы әлем чемпионатына жолдама алса, бұл турнир оның халықаралық мансабындағы соңғы үлкен жарыс болуы әбден мүмкін. Польша құрамасының чемпиондыққа жету мүмкіндігі аз болғанымен, Солтүстік Америкадағы мундиаль Левандовски үшін ұлттық құрамадағы мансабын абыроймен аяқтап, кісі ғасырдың ең нәтижелі шабуылшыларының бірі ретінде тарихта қалуға тамаша мүмкіндік болмақ. Ал енді келесі аңыз Крит Роналду. Қазіргі футболдың символына айналған бұл ойыншының мансабы 2 жылдықтан аса уақытты қамтиды. Ол Португалияның Мадейра аралында дүниеге келген. Кәсіби деңгейде алғаш рет Спортинг сапында 2002 жылы алаңға шықты. Көп ұзамай Манчестер Юнайтед клубының жұлдызына айналып, алғашқы Баллон д'Ор жүлдесін жеңіп алды. Кейін ол Реал Мадрид клубына ауысып, мансабының ең жарқын кезеңін өткізді. Мұнда ол 4 рет УЕФА Чемпиондар Лигасы кубогын жеңіп алып, клуб тарихындағы ең үздік бомбардир атанды және 450 гол соғып рекорд орнатты. Одан кейін Ювентус және қазіргі таңда Ал Насыр клубтарында ойнап, жасы ұлғайса да рекорд жаңартуын тоқтатпай келеді. Португалия құрамасында ол 2003 жылы небәрі 18 жасында дебют жасаған. Содан бері ұлттық құрама сапында 200-ден астам матч өткізіп, ұлттық құрамалар тарихындағы ең үздік бомбардир атанды. Ол өз елін 2016 жылғы УЕФА Евро 2016 турниріндегі тарихи жеңіске жеткізді. Ал 2019 жылы УЕФА Ұлттар Лигасы 2019 жарысында тағы бір үлкен трофей иеленді. Бұл Португалия футболы тарихындағы алғашқы ірі жетістіктердің бірі болды. 2026 жылғы әлем чемпионатына Роналду шамамен 40 жасында келеді. Оның физикалық дайындығы әлі де таңғалдырады. Бірақ бұл турнир оның халықаралық мансабындағы соңғы үлкен белес болуы әбден мүмкін. Португалия құрамасының мүмкіндігі жаман емес. Команда жас әрі талантты ойыншыларға толы, сондықтан бұл мундиаль Роналду үшін әлемдік аренадағы соңғы, бірақ өте маңызды мүмкіндік болуы ықтимал. Командада өте мықты буын қалыптасқан. Рафаэль Леау, Бруно Фернандес, Рубен Диас, Жоао Феликс секілді ойыншылар бар. Алайда жеңіс тек Криштиану Роналдуға ғана байланысты болмайды. Ең бастысы, оның әріптестерін соңғы үлкен мақсатқа қоштасу сәтіндегі әлем чемпионы атағына шабыттандыра алуы. Дәл осындай рухты Лионель Месси 2022 жылы көрсетті. Ал енді Ван Дейк туралы айтайық. Ол өз буынының ең мықты қорғаушыларының бірі.
Мансабын Нидерландта бастап Гронинген клубында ойнады. Бірақ шын мәніндегі өрлеуі Саутгемптон құрамына ауысқаннан кейін басталып, кейін Ливерпуль сапында нағыз әлемдік деңгейдегі жұлдызға айналды. Юрген Клопп бапкерлігінде Ван Дейк Ливерпуль қорғанысының басты тірегіне айналды. Ол 2019 жылы UEFA Champions League турнирін, 2020 жылы Премьер Лига чемпионатын жеңіп алып, Еуропаның ең үздік ойыншысы атанды. Нидерланд құрамасы сапында ол 2015 жылы дебют жасады. Жұлдыздар үшін бұл салыстырмалы түрде кеш басталған жол еді. 2018 жылғы FIFA World Cup 2018 турниріне іріктеуден өте алмай қалғаннан кейін, ол құраманың капитаны болып, қызғылт сары команданың жаңа дәуірінің символына айналды. Ол команданы қайтадан элита қатарына қайтаруға көмектесті. 2019 жылғы UEFA Ұлттар Лигасының 2019 финалына дейін жетіп, онда Португалия құрамасына және Криштиану Роналду бастаған командаға есе жіберді. Дегенмен Нидерланд құрамасының қорғанысы қайтадан тұрақтылық тапты. 2026 жылы Ван Дейк 35 жасқа толады. Бұл орталық қорғаушылар әлі де ойнай алатын жас болғанымен, ауыр жүктемеден кейін қалпына келу қиындай түсетін кезең. Бұрын алған жарақаттарын ескерсек, 2026 жылға әлем чемпионаты, оның ұлттық құрамадағы соңғы үлкен турнирі болуы әбден мүмкін. Нидерландия құрамасында талантты буын өсіп келеді. Фрэнки де Джонг, Cody Gakpo, Xavi Simons, егер команда тұрақтылық таба алса, жүлделі орындар үшін күресуге толық мүмкіндігі бар. Ван Дейк ұлттық құрамамен мансабын жарқын нотада аяқтауды армандайды. Мүмкін ондаған жылдар бойы қызғылт сарыларға бұйырмай келе жатқан үлкен трофеймен, ал енді футбол данышпаны Лионель Месси туралы. Оның тарихы тірі кезінде-ақ аңызға айналды. Ол жастайынан Барселона жүйесінде өсіп, клубта 20 жылдан астам уақыт ойнады. Осы кезеңде 10 рет Испания чемпионы атанып, бірнеше рет келді UEFA Чемпиондар Лигасы кубогын жеңіп алды және 8 рет Ballon d'Or иегері атанды. 2021 жылы ол Paris Saint-Germain клубына ауысып, кейін Inter Miami құрамына қосылып, Еуропадағы мансабын биік деңгейде аяқтады. Аргентина құрамасында ол 2005 жылы дебют жасады. Бастапқы жылдары ірі турнирлердегі сәтсіздіктер үшін жиі сынға ұшырағанымен, уақыт өте келе команданың нағыз көшбасшысына айналды. 2021 жылғы Copa America 2021 жеңісімен. 2022 жылғы FIFA World Cup 2022 турниріндегі тарихи триумфтан кейін ол футбол тарихындағы ең ұлы ойыншылардың бірі екенін толық дәлелдеді. 2026 жылы Месси 39 жасқа толады. Оның өзі де келесі мундиалда ойнайтынына толық сенімді емес екенін айтқан. Бірақ футболға деген махаббат пен ұлттық құраманың қолдауы оны тағы бір рет алаңға шығуға итермелеуі мүмкін. Аргентина құрамасының титулды қорғауға мүмкіндігі жоғары. Команда жас, теңгерімді әрі жігерлі. Егер Месси Солтүстік Америкадағы турнирде алаңға шықса, бұл жай ғана жарыс емес, аңыздың ұлы қоштасуы, соңғы биі болмақ. Дегенмен титулды қорғау өте қиын. Себебі Спейн, Франс және England секілді мықты құрамалар да чемпиондыққа басты үміткерлер қатарында, ал соңғы кейіпкер Неймар. Ол қазіргі футболдағы ең жарқын тұлғалардың бірі. Мансабын Сантос клубында бастап, жас кезінен-ақ ерекше талантымен көзге түсті. Ол командамен бірге Copa Libertadores турнирін жеңіп алып, көпшілік оны Пелнің мұрагері деп атады. 2013 жылы ол Барселона клубына ауысып, Лионель Месси және Луис Суарезбен бірге әйгілі мүсін үштігін құрды. Олар бірге UEFA Champions League турнирін жеңіп алып, әлем футболындағы ең қауіпті шабуылдардың біріне айналды. Кейін Неймар Paris Saint-Germain клубының символына айналып, одан соң Сауд Арабиясының Ал-Хилал клубына ауысты. Бірақ жарақаттар салдарынан ол онда небәрі 4 матч қана өткізді. Бразил құрамасында Неймар 2010 жылы дебют жасап, тез арада команданың басты жұлдызына айналды. Ол 2013 жылы FIFA Confederations Cup 2013 турнирін жеңіп алып, 2016 жылы 2016 Summer Olympics ойындарында Бразилияға тарихи алтын медаль әперді. Неймар Бразилия құрамасы тарихындағы ең үздік сұрмергендердің біріне айналып, тек Пеледен кейінгі екінші бомбардир атанды. Алайда оған әлі күнге дейін бағынбай келе жатқан бір арман бар: әлем чемпионатының жеңісі. 2014 жылғы жарақат, сондай-ақ 2018 және 2022 жылдардағы сәтсіздіктер оның мансабында аяқталмай қалған бір арманның бар екенін сездіріп кетті.
2026 жылға қарай Неймар 34 жасқа толады. Бірақ соңғы жылдары алған ауыр жарақаттары, соның ішінде тізедегі крест тәрізді байламның үзілуі, оның физикалық жағдайына күмән туғызады. Сол себепті 2026 жылғы әлем чемпионаты Неймар үшін ұлттық құрамамен өтетін соңғы ірі турнир болуы әбден мүмкін. Сонымен қатар бұл Бразилия құрамасына 6-шы әлем чемпиондығын алып келудің соңғы мүмкіндігі. Бразилияның мүмкіндігі жаңа буынға байланысты болады. Винисиус, Родриго, Эндрик, егер Неймар толық қалпына келіп, турнирге қатыса алса, онда ол халықаралық мансабын керемет аяқтауға мүмкіндік алады. Өйткені оның мансабында әрдайым жетіспеген нәрсе әлем чемпионатындағы жеңіс, көпшілік Неймар туралы. Ол ұлы футболшы, бірақ құрамасына әлем чемпиондығын сыйлай алмады деп айтады. Бір кездері дәл осындай пікірлер Лионель Месси туралы да айтылған еді. Бірақ кейін Месси Аргентинаны чемпиондыққа жеткізіп, барлық күмәнді жоққа шығарды мүмкін. Дәл осындай мүмкіндік енді Неймарға да келер. Ол өзінің ұлылығын тағы бір дәлелдеп, Бразилияны әлем чемпиондығына бастап бара ала ма? Мұны уақыт көрсетеді. 2026 жылдың шілдесінде финалдық ысқырық естілген сәтте футбол әлемі бұрынғыдай болмайды. Өйткені 5 ұлы есім Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Роберт Левандовски және Ван Дейк тұтас бір дәуірдің символына айналды. Олар миллиондаған жанкүйерге шабыт берді, рекордтарды жаңартты, өз елдерінің туын абыроймен көтеріп, ауыр сәттер мен даңқты жеңістер арқылы алға шықты. Олардың бәсекелестігі мен дарыны тұтас бір дәуірді қалыптастырып, футболды 2026 жылғы әлем чемпионатында олар алаңға соңғы рет шығуы мүмкін. Бұл арман үшін жасалатын соңғы шайқас, соңғы мүмкіндік. Бірі жетіспей тұрған трофейді жеңіп алуға тырысады, енді бірі сол сәттен ләззат алуға ұмтылады. Бірақ нәтижесіне қарамастан, дәл осы ойыншылар 2026 жылғы мундиалдың жүрегі мен жанына айналады. Бұл турнирде тек алтын жүлде ғана сарапқа салынбайды. Бұл ұлы дәуірмен қоштасу, олардан кейін жаңа кезең басталады. Бірақ аңыздар ешқашан жоғалып кетпейді. Олар жай ғана тарихқа, мәңгілікке айналады. Егер бұл видео сізге ұнаса, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Әлемдік өнер деңгейіне жеткізді. Сіздермен болған Аңыз доп YouTube арнасы келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.